Неге Жүсіпбек Аймауытов 1937 жылғы жаппай қуғын-сүргін кезінде емес, одан әлдеқайда ертерек 1931 жылы атылды. Аймауытов Мәскеудегі Бутырка түрмесіне тергеліп, бірден ату жазасына кесілген. Оның ойлау жүйесі мен шығармашылық тәсілі өзгеше болған. Замандастары Аймауытовты сөзінен ұстап алу қиын, айтқан ойы соншалық терең әрі астарлы болғандықтан, бір жағынан кінә іздесең, екінші қырынан мүлде басқа мағына ашылып шыға келеді деген пікірлер айтқан. Жүсіпбек Аймауытовтың қазаққа жасаған жақсылығы көп. Соның ең кереметі 1921-22 жылдардағы алапат ашаршылық кезеңінде Семей өңірінен 2 мәрте мал жинап, аштық жайлаған Торғай өлкесіне 20 мыңға жуық ірі қара жеткізуге атсалысады. Алайда бұл игі іс кейін оған қарсы айып ретінде пайдаланылды. Кейбір қайраткерлер оның жиналған малды ашыққан жұртқа емес, өз таныстарына үлестіргенін айтып, сотқа дейін жеткізеді. Тергеу барысында Аймауытов өзіне тағылған айыптарға нақты жауап берген. Оның айтуынша, аштықтан әбден титықтаған халыққа малды қағазбастылықпен тарату мүмкін болмаған. Ел малды көз алдында бөліп алып кетіп отырған. Оған 20 мың мал айдап жүріп, өзіне жирен ат мінген деген кінә тағылған. Бұған Жүсіпбек Аймауытов 20 мың малды әлсіз атпен қалай айдап жүруге болады деп жауап берген. Толықтай ақпаратты Telegram арнамыздан аласыз.